Сәлем, байланыста Алқытбек ағай. Біз сенімен 19 наурыздан 1 сәуірдің аралығындағы Қазақстан тарихынан келген слифтарды қарайтын боламыз. Итак, біздің бірінші сұрағымыз айтады. 19 ғасырдың бірінші ширегінде қазақ хандығының жойылу себебі. Енді біз айтамыз, ол 1822-24 жылғы реформалар. Неге именно бұл реформалар? Себебі бұл реформалар бойынша Қазақстанда хандық билік жойылады. Хандық билік жойылу дегеніміз, ол Қазақстан жаймендеп, өзінің тәуелсіздігінен айырылып, Ресей отарына айналып бара жатқанын білдірді. Бұл реформалар бойынша хандық билік бізде кіші жүз бен орта жүзде жойылатын еді. ЕқУ-дағы алғашқы кірген мемлекет, бұл жерде енді алғашқы кірген мемлекет емес шығар, бұл жерде алғашқы төрағалық еткен мемлекет. Сұрақта бізде, егер сондай сұрақ болса, алғашқы төрағалық еткен ел Қазақстан болады. Қазақстан бұрынғы кеңестік елдерінің арасында ЕқУ-ға ең алғашқы төрағалық еткен ел болады. Ол 2010 жылы болатын еді. Чеңге Тура деген кімнің астанасы? Ол Сібір хандығының астанасы. 1917 жылы екінші жалпы қазақ съезі кезінде не құрылды? Бұл жалпы қазақтық съездерді негізі жақсылап біліп алу керек. Бізде бірінші жалпы қазақтық съезде ол 1917 жылы шілдеде Орынбор қаласында болатын еді. Ол жерде Алаш партиясы құрылады. Ал екінші жалпы қазақтық съезд ол же желтоқсанда болады 1917 жылы, және ол да Орынборда болады. Ал ол жерде уже Алаш автономиясы құрылады. Болмаса Алаш орда құрылады дейміз, иә. Қасым ханның сыртқы саясаты дейді. Қасым хан тұсында Қазақстан халықаралық деңгейде танымал бола бастайды. Мысалы, Қазақ хандығы мен Мәскеу мемлекетінің арасында алғашқы қарым-қатынастар орнайды, және біз сенімен айтамыз, Қасым хан тұсында Қазақ хандығы Батыс Еуропаға белгілі болды деп те айтып кетеміз. Жалпы Қасым хан бізде 1511 жылы хан болатын еді, иә. Шайбан ханды жеңгеннен кейін оны Қасым сұлтанды ақ киізге отырғызып, бүкіл Қазақ ханның ханы болып танылатын еді. Контекст дейді, жесте мақсаты, міндеті дейді. Жаңа экономикалық саясат бізде 10-шы съезде 1921 жылы қабылданған еді. Оның негізгі мақсаты қираған шаруашылықты қалпына келтіру. Неге шаруашылық қирайды? Себебі осы жесттен алдын бізде әскери коммунизм деген саясат болатын еді. Әскери коммунизм деген саясат азаматтық соғыс болып жатқан кезде қолданған еді. Сондықтан КСР-ның енді ол уақытта кеңестік Ресейдің экономикасы өте қатты қирап қалған еді. Сол жесін соны тіктеу керек болатын. Большевиктер халыққа тағы бір мақсаты, халыққа уәде еткен социализм құру үшін материалдық техникалық және әлеуметтік мәдени негіз жасау болатын еді. Скорее всего, сенде саған мынау жағы келетін шығар. ЖЭС социализм құру үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған уақытша саясат болатын еді. Енді міндеттеріне келетін болсақ. Оның міндеттері бірнеше түрі бар. Әлеуметтік міндеті бар, экономикалық міндеті бар, және саяси міндеті бар. Әлеуметтік міндеті дегеніміз, ол кеңес үкіметі жұмысшылар мен шаруалардың одағын түріндегі әлеуметтік базасын нығайту, әлеуметтік шиеленісті жою. То есть бұл қоғаммен байланысты. Экономикалыққа келетін болсақ, бұл жерде қирап бүлінудің, одан әрі шиеленісін болдырмау, шаруашылықты қалпына келтіру. Ал егер саяси мақсаттарына келетін болсақ, міндеттеріне, олардың бұл жердегі мақсаты, міндеті тұрақтылықты қамтамасыз ету, социалистік қоғамды құру үшін қолайлы жағдай жасау, және ЖЭС сыртқы саяси байланыстарды қалпына келтіру, халықаралық оқшаулануды болдырмау деген міндеттері болады. Мына жерде тағы да 1822-24 жылғы реформалар бойынша сұрапта авторы дейді. Қара, 1822 жылғы реформа, оның авторы Спиранский болады. Аты бұл ненің Сібір қырғыздары туралы жарға. Оны бекіткен 1 Александр деген патша болатын еді. 24 жылы Орынбор өлкесінде өлкесінің губернаторы Эссен деген кісі Орынбор қырғыздары жөніндегі жарлығын қабылдайды. Ол бойынша кіші жүзде хандық билік жойылады. Спиранский қабылдаған жарлығы бойынша орта жүзде бізде хандық билік жойылатын еді. Мұрагерлікпен қайсысы берілді дейді, ол бізде Болыс сұлтаны болатын еді, және мақсаты хандық билікті жою деп айтамыз.
Моғолстанның астанасы ол бізде Алмалық. Абылай ханның өмір сүрген жылдары 1711-1781. Мына жақта, иә. Ұлы Шаню лауазымы берілген мемлекет. Ұлы Шаню дегеніміз бізде ғұндарда болатын еді. Оларды тәңір құт деп атайды тағы да. Елі болмаса аспан ұлы, аспан мен жерден жаралған, күн және аймен тағайындалған Ұлы Шаню деп те атайтын. Ноғай ордасының астанасы ол бізде Сарайшық болатын еді. Сарайшық дегеніміз Жайықтың төменгі ағысында орналасқан, қазіргі Атырау жерінде орналасқан еді. Ақ Орданың астанасы дейді, ол Сығанақ қаласы. Шығыс Дәшті-Қыпшақты алып жатқан мемлекет ол бізде Ақ Орда. Қасым ханның баласы дейді. Қасым ханның баласы енді көбі Хақназар деп белгілейді. Негізінде Қасым ханның тағы да бір баласы бар. Ол 1518 жылы Қасым хан қайтыс болғаннан кейін таққа оның отырған баласы Мамаш бар. Мамаш сол 1522 жылы шайқастардың бірінде қаза табатын еді. Бесеудің хатын кім жазды? Бесеудің хатын бізде сол уақытта Қазөлкемуға, Қазақ өлке комитетіне, ол Мүсірепов, Ғатауллин, Дәулетқалиев, Алтынбеков, Қуанышевтер осы бесеу бірігіп жазатын еді. Ол жерде не туралы жазады? Ол жерде ұжымдастыру саясатының нашар салдары туралы жазады. Дөңгелектік арба қай мәдениетте пайда болды немесе қолданылды? Ұмытып тұрмын дейді. Бізде негізінде ең алғашқы осы дөңгелектік арбаларды көне шұңқырлықтар деген энеолиттің дәуірінде мәдениет пайдаланатын еді. Осы жалпылама БЗБ 3-ші мыңжылдықтың соңында дөңгелектік арбалар жасала бастайды деп айтамыз. 300 мың әскері бар хан ол бізде Қасым хан, және оны бізге Мұхаммед Хайдар Дулати айтады. Және оның деректеріне сүйенсек, Қасым ханның қол астында 1 миллион адам болды. Әскері 300 мың адамға қарулы жауынгер шығара алды дейміз. 43-ші жылы шыққан тарихи бейнелеген шығарма дейді. Ол бізде 43-ші жылы ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейін Қазақ КСР-ның тарихы дейміз. Бұл жерде бұны жазуға атсалысқан Бекмаханов та болатын еді. 20-шы ғасырдың басындағы рухты көтерген газет ол Қазақ газеті. Голощекинді отставкаға жіберуді ұсынған дейді. Ол бізде Исаев болады. 1932 жылы өстіп ол хат жазатын болады. Сөйтіп сол Қазақстандағы басшысын алып тастауға ұсынған еді. Сол уақытта Голощекин басшы болатын еді. Қазақ хандығының 17-ші ғасырдан баста астанасы дейді, ол бізде Түркістан қаласы болады. Гурьев, Семей, Талдықорған өнеркәсіптерді сәйкестендіру. Бұл, скорее всего, индустрияландыру кезіндегі тамақ өнеркәсібімен байланысты болады. Мысалы үшін Семейде бізде ет комбинаты болады, Гурьевта балық консерва заводы болады, және Жамбыл, Мерке, Талдықорғанда қант заводтары болатын еді. Гавгамел шайқасы дейді. Гавгамел шайқасы балалар бізде БЗБ 331 жылы болады. Александр Македонский Гавгамелы деген жерде 3-ші Дарий деген парсы патшасымен күреседі. Сөйтіп Александр Македонский жеңіп, ол өзі Азия билеушісіне айналатын еді. Енді қарахандардың жер иеленуі дейді. Қарахандарда негізінде бірнеше жер иеленулері бар. Біріншісі, дінбасылардың меншігі, оны уақып деп атаймыз. Жеке меншік жерлер, ол мүлік деп айтамыз. Және бізде тағын бір жерлердің түрі бар. Ол иқта, ол мемлекеттік қызметке еткен жерлерді берілетін жерлер болатын еді. Ресейде қабылдау өткен жер Майтөбеде болады. 1731 жылы Ырғыз бен Тобыл өзендерінің арасында 29 қазақ Әбілқайыр хандығының басшылығымен осы Ресей билігін мойындайтын еді. Абылайдың сыртқы саясаты түсініксіз дейді. Қара, оның басты мақсаты бізде не? Әрине, Қазақстанға ешкім қол сұға алмайтындай тұтастығын қамтамасыз ету. Абылайды айтамыз, тағын Ресеймен өзара қарым-қатынасты тату-тәтті көршілік саясат ұстануға тырысты. Ресей мемлекетімен дипломатиялық және сауда байланыстарды орнатты дейміз. Және Абылай бізде күш-жігерін жоңғар шапқыншылығын әлсіретуге бағыттаған еді. 1917 жылы 300 газетінің партияма шыққан қаласы дейді. Қара, бізде 300 деген партия болған, және 300 деген партияның 300 деген газеті болған.
Соның газеті Петропавл қаласында шыққан еді, 300 деген газет. Батыс моңғолдар түрікше қалай айтады? Ойраттар, жоңғарлар деп айтады. Алтын Орданың билеушісі Мамай мен Владимир мен Мәскеу князі Дмитрий Иванович бастаған біріккен соғыс әскерлерінің арасындағы шайқас, ол Куликово шайқасы болады 1380 жылы. Қазақ ғылым академиясының президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1946 жылы ашылатын болады бізде. БЗБ 2-ші мыңжылдықта сыр бойында орналасқан тайпа, ол бізде Қаңлы болады. 1731-30 жылы Ресейде жіберген елшілерді типа басқарушы. Ол жерде Тевкелевті жіберетін болады. Тевкелевпен бірге бізде тағын башқұрттардың басшысы Таймас Шайымовты жіберетін еді. 1922 жылы не болды деген сияқты сұрақ келді. Точно не помню, КСРО деген вариант таңдадым дейді. Бізде былай болады. 22 жылы Мәскеуде мынау бізде енді Қырғыз АКСР мен Түркістан АКСР-ның өкілдері жиналды. Және сөйтіп Түркістан АКСР Қазақ АКСР-не Сырдария мен Жетісу деген екі облысты беріп жіберетін еді бізге, Қазақстан жеріне. Енді мына жақта сақтар туралы бізде сұрақтар келген сияқты. Айтады, орталық Қазақстанда орналасқан сақтар, ол Исидондар бізде. Тиграхаудалардың солтүстік шығысындағы көршісі, ол бізде Аримаспа деп атаймыз. Есік Бесшатыр орналасқан аймақ, ол Жетісу, Тиграхаудаларының аймағы Жетісу дегеніміз. Тасмолаға не тән болған дейді. Ол біріншіден Тасмолада екі жерлеу орны болады, олар көбінесе шығысқа қарайды. Үлкен жерлеу орнында адамды жерлейді, кішісінде жылқыны жерлейтін болады. Левин қай ханды Ликургпен теңеді дейді. Левин емес шығар, Левшин шығар. Ол бізде балалар Тәукені теңейтін болады. Есім хан кезінде сыр бойындағы қай қалаларда Қазақ хандығына өтті дейді. Есім хан тұсында ол Ташкент, Сайрам, Түркістан қалаларды бізге қалдырады. Самарқандты Бұхар хандығына қайтып береді. Сосын дейді, көтерілістерді сәйкестендіру дейді. Типа, Кенесары бүкіл Қазақстан, ол дұрыс. Сырым кіші жүз болады. Исатай Бөкей ордасы, Жанқожа сыр бойы дедім. Дұрыс болды дейді. Конечно, дұрыс. Енді Жетісу қазақтардың мақсаты ма, міндеті ма, сондай жерлер вроде қазақ жерлерін отарлаудың бірдеңе дейді. Қараша, егер Жетісу қазақтары болатын болса, бұл бізде 1867 жылы 13 шілдеде 2-ші Александр патшаның жарлығымен Жетісу қазақ әскерлері құрылатын еді. Оның міндеттері не болатын еді? Тиіс аймақтарды, яғни осы Жетісу аймақтарын Ресей құрамына кіргізу, басып алған жерлерде шекарасын қорғау, форпост, бекініс салу жұмыстарын жүргізді. Келесі Абылай хан бізде Дарабозым деп айтқан, ол Қабанбайға. Сырымда атұлының көтерілісі болған аймақ кіші жүз дедік, және Ұлы Отан соғысы туралы сұрақ келді. Жауабы майдандағы өнеркәсіпті орындарын Қазақстанға көшірілді дейді. Ол шынымен де дұрыс. Бұл процесті біз сендермен эвакуация деп атаймыз. То есть Қазақстан жерінде эвакуация. Сонымен бізде Қазақстан жерінде ол арт жағы болған кейін, майдан болмай жатқан кейін, шайқастар болмай жатқан кейін, бізге қарай осындай завод, фабрикаларды көшіріп жіберетін еді. Мына осындай сұрақтар барлығы түсінікті болған шығар деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше аман сау болайық.